Бүгін анаңызға қоңырау шалдыңыз ба? Мейлі ол тұтқаның арғы жағында сізді еркелетсін, ұрыссын, айғайласын. Бірақ бәрібір дауысы әдемі, я? Әлемдегі ең әдемі дауыс ол сіздің анаңыздың дауысы десем келісер ме едің? Демек, сол әдемілікті бүгін естісеңіз, онда сіз әлемдегі ең бақытты жансыз. Үйден жырақ жүргеніме 8 жылдан асыпты. Сол 8 жылда алдымда кездескен әрбір қиындық сайын Қалқаман Сариннің мына бір шумақ өлеңі ойыма орала береді. Білмеймін, бұл қаладан бақ табам ба? Адасып жүргендеймін жат қаламда. Тарылған көшелері тас қаладан тарыдай бір мейірім таппағанда. Сені сағынып кетем, анашым. Неге екенін білмеймін, осы шумақ әр қиналған сайын ойыма оралатта тұрады. Мейлі сіз анаңызға хабарласыңыз, хабарласпаңыз, бірақ сіздің тірі жүргеніңіздің өзі ол үшін бақыт. Ана, сен бақыттысың, жыламағың, жайтысып жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін, мен өзіңді ясылданмын. Таусылып өз-өзіңмен шашылмағың байырға, берекеңді қашырмағың. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыма, 2 жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана, сен бақыттысың, тербете бер, құбат алдан иілген бесігімді.